Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгін мен сіздерге бірнеше сабақта қолданатын әдіс тәсілдердің түрін көрсетейін деп отырмын. Ең бірінші менің көп жиі сабақта қолданылатын әдісім бес табан әдісі. Осыны міне жасап, мен скотчтап, қаптап қойдым. Бұл үй тапсырмасын сұрауға да, сабақтарды қайталауға да өте жақсы. Немесе, мысалы, бір табанды қойып, сен өткен тақырыптан осыдан 5 сұрақ бойында өрбітуге болады. Немесе, кішкене төмендеу сыныптар болатын болса, мәтіннің қысқаша мазмұнын 5 сөйлеммен айт деп, осы 5 табан әдісін қолдануға болады. Мен өз басым Абай жолы роман эпопеясын өткен кезде де осы 5 табан әдісін қолдандым. Келесі бір әдістің түрі бұл сиқырлы білім әмияны деп аталады. Бұл әсіресе Абайдың ғылым таппай мақтанбасын оқыған кезде 5 нәрседен асық бол, 5 нәрсеге қашық бол, және өз басым бір сабағында, ашық сабағында есімдіктерді өткен кезде осы әдіс тәсілді пайдаландым. Сонымен бірге ертегілерді өткен кезде де пайдаланып, мәтінін өзгертіп, әртүрлі қылып жасай беруге болады. Енді сіздерді міне осындай квадрат беттен әртүрлі пішіндерді жасау. Міне, мысал үшін есімдерді өткен кезде 7 ағайынды есімдіктер болып деген. Міне, мысалы, олар ең біріншісі, міне, олар жігіттер болған екен. Олар, мысал үшін, біріншісі етік тігумен айналысыпты. Олар жіктеу есімдігі деп аталады. Екіншісі сілтеу есімдігі. Олар өздері бір топ, олар ұста зергерлікпен айналысыпты. Үшіншісі өздік есімдігі, ол өзі ұяда жаңыз есімдік, жаңыз жігіт екен, ол жемпір тігумен айналысыпты. Одан кейінгі есімдіктердің атын айтып, мынау шалбар тігуменен, мынау құс фабрикасымен айналысыпты. Сол секілді дастархан жасаумен айналысыпты, немесе әртүрлі наубайханада асханаларда жұмыс істепті деп айтып көрсетіп, балаларға өте қызықты. Одан кейін желкенді қайықта, желкенсіз қайықта жұмыс істеген екен деп балаларға көрсетуге болады. Әмиян деп аталу себебі әртүрлі мамандық иесі болғаннан кейін олардың енді қаражаттары өте көп болған екен. Әмиянның бір жағын толтырған екен, екінші жағын толтырған екен, әмиянның білімге толтырған екен деп, міне оқушыларға осыны ертегі сияқты мәтінін өзгертіп, ең соңында біз бұл әмиянның ішіне білімімізді жинақтап өмірлік азық етеміз деп, міне білім әмиянын мынандай түрде деп, ең соңында осыны балаларға көрсетсе болады. Әртүрлі мәтінге салып, әртүрлі тақырыпқа салып отыруға болады. Тағы бір әдіс тәсілім, мынау сағат тілі жоқ сағат. Бұл топтық жұмыстарға арналған десе болады. Мысал үшін, менің сабағымда 4 түрлі жұмыстың түрі болса, бұл деңгейлік тапсырмаларды беруге болады. Мысал үшін, біз Марат, Жанат, Саржан үшеуміз сағат 12-де кездесеміз деп тапсырманы 3 балаға беріп тастауға болады. Сағат 3 кезінде біз басқа 5 балаға, сағат 9-ның кезінде басқа 4 балаға, сағат 6-ның кезінде қалған 2 балаға. Бұндағы ең тиімдісі балаларды топтаған кезде деңгейіне орташа жоғары, өте төмен, нашар балалар деп бөліп, деңгейіне байланысты осы 4 тапсырманы беріп, осыны пайдалануға болады. Бұны мен өзім бірнеше оқып шығарып алып, сабағымда мен жиі пайдаланатын әдіс тәсілдердің бірі. Енді бір 5 минуттық сабақ жоспары деген әдіс тәсілді көрсетіп келдім сіздерге. Бұнда мысалы, бұл тақырыптан кейін оқу мақсатын. Жалпы біздің сабағымыздың, әрбір сабағымыздың ұраны жақсы балалар. Бүгінгі біздің сабағымызда меселерге әртүрлі балық жүйемен меселерге мына балдарды таратып отырам, әрбір жақсы сұрақтарға. Сонымен бірге меселердің әрқайсыларына сабақтың соңында күлегештер таратамын. Оны сендер, егер де жақсы айтсаңдар тақияға, өз-өздеріңді қамшылауға келсеңдер қамшыға, менің қоржыным әлі толмады десеңдер, өз-өздеріңді бағалап, осының қасына
мына күрегештерді жабыстырып өтесіңдер. Түсінікті ме балалар? Сонымен мен сендерге баяғыда бір ата қария өмір сүрген екен. Қария өмір сүріп, ол өзінің өлер шағында өзінің балаларын жинап алып, өсиет қалдырғысы келген екен. Сол кезде ол кісінің өзінің басынан өткен өмір баянын балаларына баяндап берген екен. Ол жерде мысалы қария өзінің ең алғаш жұмысқа жарайтын уақытында ең бірінші ол кісі өзі мынандай жемпір тоқу мамандығын меңгерген екен. Одан кейін мынандай шалбар тігу мамандығын меңгерген екен. Бірақ әрбір жұмыстың бір қиыншылықтары болып, ол кісі мамандық ауыстырып отырған екен. Күнде ол кісі бір күні мынандай жемпір тоқитын мамандыққа ауысқан екен. Одан кейін ол кісі бір күні мынандай ол мамандықта ұнамай, өзі мынандай аспазшы болып, мынандай аспаз, міне дастархан. Аспазшы мамандығын меңгеріп, сол жұмысқа ауысып кеткен екен. Күндердің күнінде ол кісі желкенді қайыққа ауысқан екен. Одан кейін желкенсіз қайыққа балық аулайтын болып кеткен екен. Күндердің күнінде ол кісі көптеген мамандықтарды меңгерген, ойына тоқыған, білген. Ол кісі көп жақсылықты, жамандықты өмірден үйренген екен. Соған байланысты Абай атамызда 5 нәрсеге қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Қане айтамыз? Кім айта алады осы Абай атамыздың осы өлеңін? Қане айта алады? Айта алады. Сосын жер Абай атамыз 5 нәрседен ашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуін өмірін алдында оған қайғы десеңіз. Өсек өртеп мақтаншақ беріншектікке мал шашпақ 5 дұшпанын білсеңіз. Талап еңбек келен ой, қанағат рахым ойлап қой, 5 асығыс көрсеңіз. Ғылым болмай немене, балалықта қисаңыз. Бізге ғылым кім берген? Міне балалар, жаңағы қарияның да айтайын дегені осы екен балалар. Өзінің балаларына қандай жағдайда болмасын, сендер ең бірінші ғылымды миларына тоқып, ғылымды бойларына сіңіріңдер деп, мына бір ғылымның жәшігін көрсеткен екен. Сонда міне балалар өздерінің балалары осы ғылымның жәшігіне өздерінің білімдерін салуға тырысқан екен. Сол секілді бүгін балалар бізге сендермен өткен үйге берген сабағымыз ғылым, ары қарай біздің сабағымыз қандай тақырып болды? Қыз жібек жыры болды, иә балалар? Жақсы. Қыз жібек жырының жалпы мазмұны қазір мен сендерге мына 5 табан әдісі бойынша сұраймын. Әрбір бала осы табанды қоямын, мына тақтаға жеткенге дейін 5 сөйлеммен қысқаша мазмұнын біз жеткізуіміз қажет. Ал қыз жібек жырын кім бастай алады? Қане кім бастайды? Келе қойасың. Міне, біз қыз жібек. Ал енді сендер қазір тақтаға келген сайын біз айтады, келе. Төлегеннің қыз жібекті көріп, анасымен сөйлесуі. Бірден анасымен сөйлесу ма? Жоқ, жеңгесімен. Жақсы. Қыз жібекті көруі. Жақсы. 5 сөйлемге толды. Жақсы отырған сен. Ағадай кім жалғастырады? Қыз жібекті келді көрді. Келе ғой. Екінші табанға келесің. Сен сөйлейсің, 5 сөйлем айтасың. Алғаш көруі. Алғаш көруі. Қыз жібекті жеңгесімен бірінші сөйлеседі. Одан кейін ол қыз жібекпен бірге өзі 1-2 ай болады. Ең алдымен қыз жібек түс көреді. Сол кезде Төлегеннің өлгені туралы түс көреді. Жақсы, тамаша. 5 сөйлемге толды. Келесі. Абу Юсуп. Яғни ол Төлеген 3 ай ойнап жүргеннен кейін оны алмақшы болып үйіне барып ескертуге қалың малын алып келуге кетеді. Содан кейін ол қыз жібек жаман түс көреді. Одан кейін оны жеңгесіне айтып, Төлегенге айтуын бұйырады. Одан кейін Төлеген үйіне келіп, атасынан бата алады. Және атасы келіспей, оған теріс бата береді. Тамаша, жақсы. Ағарай, келе ғой. Кел аяқ, келе ғой. Көк аяқ бересің. Жақсы бата беріп, ол жолға шыққанда, содан кейін Бекежанмен соғысып, Бекежан оны өлтіріп, содан кейін 8 жыл өткеннен кейін оны қыз жібекке айтады, мен Төлегенді өлтірдім деп айтады. Жақсы отырамын. Ол Төлегенді өлтірді Бекежан. Енді ағарай не болады? Юсуптан келе ғой.
ақтауды іздеуі, содан кейін ол төлеген жоқ екеніне қатты қиналып енді ағаны іздеймін дейді иә. сосын қыз жібектің ауылына жетеді. Барса одан 10 мыңға жетерлік қалмақтың әскері болады. Олар қыз жібектің әкесіне қызды алуға бермесе олардың жерін талқандамақшы болады. Сол кезде Сансызбай келіп қыз жібекті одан алып кетеді, өзімен ертіп алып кетеді. Хорен қалмақ патшасы Хорен көріп, оны аттан қуалайды да 11 күннің ішінде оның қарасын бөледі. Сосын Сансызбаймен сөйлеседі. Сансызбай екеуі Қыз жібек екеуі сөйлеседі иә? Қане бері сөйлей бер. Қыз жібек екеуі сөйлеседі. Содан кейін қыз жібек не істейді? Келісе ма? жоқ келіспейді. Сансызбаймен келіседі. Бірге ауылына баруға келіседі. Екеуі не дайды? Екеуі сонымен Сансызбай мен Хорен кездескенде екеуі бір-біріне жек атады. Бірінші Хорен айтқанда Сансызбайдың 9 сауыты болды, 9 қабат, соның 8-нен өтіп, біреуінен өтпей қалады. Ал Сансызбай атқан кезде Хореннің кеудесіне қадалып тоқтап, Хорен құлап, туы жерге құлайды. Осыдан кейін Сансызбай қыз жібекті жақсы отырады. Тамаша балалар, иә? Жалпы біз сендермен шығарманың жалпы тұрғанын ашу үшін біз сендермен шығармадан мынандай жұмыстарды табуымыз керек. Кітаппен жұмыс, ең бірінші сұрақ қыз жібектің сұлулығын білдіретін сөздер. Жоқ, сұлулығын білдіретін сөздер. Мына қатар табадым, мына қатар сұлулығын табадым. Екінші, бет бейнесін сипаттайтын сөздерді. Екінші қатар табадым. Ақылдылығы мен тапқырлығын білдіретін сөздерді сендер табасыңдар. Махаббатқа адалдығын білдіретін екеулеріңіз дейсіздер. Болды, тез кітаптан оқып қоямыз, жылдан. Не екеулер бір-бірістер. Жаңағы сұрақ жауап бергендерге бал, иә? Абу Юсуп жақсы жауап берді. Әсел, сен 2 рет жауап бердің, 2 бал саған. Аяжанға 1 бал, Алиханға 1 бал. Жақсы. Ал 2 минут сендерге не бере қояйын? Шөбет қалдыңыз. Саған шөбет берген орнымыздан тұрамыз, оқимыз. Яғни қыз жібектің сұлулығын білдіретін сөздер, яғни ақ маңдайы жалтылдап, танадай көзі жатқылдап, алтын шашбау шашында қыз жібектің шаштары, қоғалы күлдің құрағы, көз сипатын қарасын, 8-5 ішінде хорлардан жатқан шырағы, дүрі гауһар сырғасын көтере алмай тұр құлағы, қыз жібектің наурыздың ақша қарындай, ақ бетінің қызылы, ақ тауықтың қанындай, 2 бетінің ажары жазғы түскен сағындай, білегінің шырайы айбалтаның сабындай, оймақ ауыз құмай көз іздеген ерте табылдай, өткірлігін байқасаң, ұсталар соққан кетпендей. Келесі, Әсел. Бұл жібектің бетіне, қыз жібектің ақтығы, наурыздың ақша қарындай, ақ бетінің қызылы ақ тауықтың қанындай, 2 беттің ажары жазға түскен сағындай, білегінің шырайы айбалтаның сабындай, оймақ ауыз құмай көз іздеген ерте табылдай. Жақсы, келесі. Кім не барды? Аружан. Сыртқы бейнесі. Ақ маңдайы жалтылдап, танадай көзі жарқылдап, алтын шашбау шашында. Қыз жібектің шаштары, қоғалы күзді құрағы, көз сипатын қарасан 8-5 ішінде. Хорлардың жаққан шырағы. Оның шашы ұзын, және де сәукелесі қымбат тұрады. Барлық киіміміз қымбат тұрады. Өлеңдері аппақ. Өте аппақ, иә? Оның сұлулығында шек жоқ. Ал қыз жібектің туғаны, әке-шешесі қандай отбасынан шықты? Және де өте жақсы отбасыдан шықты. Иә, өте жақсы. Дәулетті. Төлегеннің отбасы қандай? Отбасы да өте дәулетті бай адамдар. Бай адамдар. Бірақ олар айтасыңдар. Енді және сендерді сұраққа жауап бере келе, сендер бүгін мына қыз жібек пен төлегеннің
қатты ғашық болғанын көруге болады балалар. Бірақ та олар не істеді? Қосылмады. Неге қосылмады балалар? Әкелері тез батасын беріп қалды. Оның үстіне Бекежан не істеді? Қатты қызғанып кетті, тастады, қарғыш сезімі болды. Жақсы балалар. Енді сендер оны біз неше күн сабақта өтіп жатырмыз. Жалпы, төлегенге мінездеме кім бере алады? Төлегенге мінездеме кім бере алады? Төлеген қандай адам болды? Төлеген қандай адам болды, Дина? Батыл, ақылды, тәрбиелі адам болды. Тәрбиелі адам болды, иә? Жақсы, тағы да. Енді төлегенге ол жас қоса ғой. Ол батыр, және жақсы, мейірімді болды. Батыр екен қайда білеміз? Кім айта алады? Бәріне дайын болды, иә? Жақсы, тамаша. Тағы да, енді бізде Сансызбай бар. Сансызбай кім? Төлегеннің бауыры. Төлегеннің бауыры, жақсы. Ол қандай адам? Оны айтсам бола ма? Ол да төлеген сияқты ақылды. Қоре қандай адам? Қалмақтардың басшысы. Иә. Қу адам, тағы да? жауыз адам, ешкімді аямайтын Жауыз адам, иә. Бәрін жек көреді, қырып жойғысы келеді, иә? Жақсы, қоре сондай адам. Шеге қандай адам? Шеге қандай адам? Амында, төлегеннің қасында жүретін бе? Ол қандай адам мәкен? қыз жібекті табуға көмектескен, және де Ақылшы және шарашыр. Төлегенге міне балалар, бірақ та біз суретте көріп отырғандай, Төлеген мен қыз жібектің сұлулығы, керемет осы шығарманың соңында бірақ та екеуі қосылмайды. Жалпы шығармада қазаққа тән қандай салт дәстүрлер бар? қалыңмал төлеу деген салт дәстүр бар, иә? Тағы да? Ана сүті деген бар дейді, тағы да? Қыз ұзату деген бар, иә? Жеңсін төлеу, сырға салу деген бар, иә? Ал қазіргі заманмен байланысты, міне қыз жібек пен төлегенді өздерің көріп отырғандай, қыз жібек керемет, және өздерің айтқандай, иә? Жырдағы қыз жібек, иә? Қазіргі кезде осындай қыз жібектер бар ма? Бар, иә, әрине бар. Біздің мектепте бар ма сондай қыз жібектер? Кім ол? Айша, иә, жақсы. Ал төлегенде ше? Кімді төлеген деп айтар едіңдер? Жақсы бір. Кімді? Ернұр деген кім? Тоғжан мұғалім Ернұр. Төлегенге кеңет жарайды, жақсы балалар. Жалпы осы жырда айтылған, бізде айтылған енді салт дәстүрлер қазіргі заманда сақталған ба? Қай салт дәстүр, Дина, сөйлейміз. сырға салу, қыз ұзату, қалыңмал беру, ана сүті, наурыз мерекесі бізде тұсаукесер, жақсы. Жырда осыларда бар екен, иә балалар? Жақсы, Олжас өте жақсы. Аяжанға екеу беремін. Алихан өте тамаша. Мұхамеджан екінші жауап берді ме? Бірінші жауап берді ме? Екеу берді ме? Жақсы, отырамын. Мен сендерге үйге тағы да балалар әдебиет теориясы бойынша метафора, метонимия дегендерді берген болатынмын. Сендер соны қарадыңыз ба бір қабат? Енді біз мына жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Жалпы бүгін мен білдім дейді, иә? Бүгін қиын болды. Мен үйрендім, мен қолымнан келді дейді. Осыған жауап бере аласыздар ма сендер? Бір-екі ауыз сөзбен. Қане, бүгін мен білдім. Нені сен білдің? Қыз жібек пен төлегеннің қосылмағанын, және де ол бір-бірін жақсы көргенін білдім. Және де олар оның Сансызбайға үйленді. Жақсы. Сосын тақияға әркім өзің, кімді қай жерге өзін жабыстырғысы келіп соған жабыстырады. Аттарыңды жабыстырады. Білуі жоқ па? Ал жабыстырыңдар. Жақсы, мен осыны сендерді бағалаймын.